Қарақалпақсталы жастар үшін осы жылда қосымша 10 000 квота ажыратылды. Ассалаумалейкум. Жаңалықтарды біріншілерден болып жеткеріп барушы бұл Қошқабар каналы һәм бізде әпте дайджесті. 2022 жыл 31 августтағы 213 салы президент парманымен har жылы Қарақалпақстан Республикасында тұрақлы жасайтуғын һәмде ұлыма орта арнаулы һәм профессионал білімлендіру шілкемлерін тамамлаған жастар үшін төлемлік контрактикарында қосымша квоталар ажыратылып келінбекте. Биылғы жылда қала һәм районлары үшін зарур болған мамандықтар санын һәм кадрлардың ішкі мұқтаждықлерінен келіп шығып, 10 000 қосымша квота ажыратылды. Бұнда уалаятлардағы жоғары оқу орынларын таңлаған абитуриенттер үшін қосымша төлемлік контрактикарында 7 000 квота берілген болса, Қарақалпақстан Республикасындағы жоғары оқу орынлары үшін 2 000 квота, Ташкент қаласындағы жоғары оқу орынлары үшін 1000 қосымша квота төлемлік контрактикарында ажыратылды. Қоңырат-Мойнақ автомобиль жолында асфальт төсеу жұмыстары давам етпекте. Қоңырат районы аймағынан өткен 19-22 километр бөлігінде асфальт төсеу жұмыстары басқыш әмелге асырылмақта. Тақтакөпір районында Тақтакөпір нан өнімлері жауапкершілігі шекленген жәмиеті тарапынан 1,2 миллиард сом қаржы тикарында заманауи дән өнімлерін калибровкалау һәм қайта іслеу карханасы іске түсірілді. Нәтижеде аймақта жаңа 5 жұмыс орны жаратылды. Бүгінгі күнде кархана район аймағындағы дихан һәм фермер қожалықлары тарапынан жетістірілген дән өнімлерін түзілген шартнамаға муафық сатып алып, заманауи технологиялар тикарында калибровкалау һәм қайта іслеп сырт елге экспорт етуді релестірген. Қарақалпақсталы Гүлқұмар ақш-та президентпенен ұшырасты. Өзбекстан Республикасы президенті Шавкет Мирзиёев ақшқа болған сапары шеңберінде осы мемлекетте минет етіп атырған һәм жасап атырған отандашларымыз осы мемлекеттің абыройлы университетлерінде білім алып атырған Ел-Йұрт Үмиді фондының стипендиясы иелеріменен ұшырасты. Өткерілген ұшырасуда Ел-Йұрт Үмиді фонды стипендиясы иесі Қарақалпақсталы Гүлқұмар Жақсыликова шығып сөйлеп, президентіміздің басшылығында бүгінгі күнде жаратып беріліп атырылған имканиятлар алыс һәм шеткі аймақтардағы жастар ұшында үлкен мүмкіншіліктер есігін ашып беріп атырғанлығын атап өтті. Ол шығып сөйлеуінде қабілетін жүзеге шығарып, білімін жетістіріп атырған жастар атынан терең миннатдаршылық білдірді. Өзбекстан Республикасы Ілімдер Академиясы Қарақалпақстан бөліміне жаңа басшылық тайланды. Бұл лауазымға Ахмет Рейімов тайланған болып, сондай-ақ Күсекеев Байрам Қалибекович Қарақалпақстан Республикасы туризм басқармасы басшылығы лауазымына тайланды. Ол осы күнге шейін Қарақалпақстан Республикасы туризм басқармасы басшылығы орынбасары. Басқарма басшылығы вазифасын атқарушы лауазымда істеп келген. Әпте давамында сізге жеткенмекші болған Қошқабар һәм жаңалықтарымыз осылардан ібәрат еді. Келесі әпте біз ұшында, сіз ұшында Қошқабар һәм жаңалықтарға толы болсын.